Ал енді тағы да бір тартысты жекпе-жек. Бейбіт Ыстыбаев пен Мұхит Тұрсынов арасындағы тартыс. Енді Мұхитқа қарағанда Бейбіт Ыстыбаевтың даңқы шартарапқа тарап тұр. Қазақстан барысы 2012 жылдың жеңімпазы. 2011 жыл Қазақстан барысы жарысының күміс жүлдегері Бейбіт Ыстыбаев 140 келі салмағы, 193 сантиметр бойы. Бірақ Мұхитты досал деп айтпаймыз, өйткені өзара тартыста бұл балуандар бірнеше мәрте кездескен. Солардың арасында Мұхиттың да өзінен әлдеқайда еңселі Ыстыбаевқа сан соқтырып кеткен біз бір емес, бірнеше мәрте көргенбіз. Құрметті жанкүйерлер, қазір тағы да турнирдің аса бір тартысты белдесуіне Бейбіт Ыстыбаев 140 келі болса, оның қарсыласы Мұхит әлдеқайда жеңілдеу. Яғни 95 келі, 45 келі кемдігі бар екен. Бейбіт Ыстыбаев 45 келі, аз айырмашылық емес. Бірақ күш атасын танымайды. Жеңіл балуандар, көк белбеудегі балуан еңселі жігіттердің өзінің оңай еңселіп жатқанын біз осы Қазақстан барысы жарысында талай мәрте көрдік. Бейбіт Ыстыбаев пен Мұхит Тұрсынов арасындағы белдесу қазір. Мұхиттың да міне еш абыржу, әйгілі қарсыласынан еш сасқалақтау жоқ. Бойы сәл ғана ұзын екен Бейбіттің, бірақ салмағына әлдеқайда ауыр екені байқалып тұр. Мұхит Тұрсынов біз айттық, өзінің әкесі Шыңғыс Тұрсыновтың қол астында жаттығады. Аяғы өте мықты балуан, яғни аяғынан қос аяғын тең басып міне жер тарпып тұра алады. Қарсыласы қанша ырғап, қанша былай еңсеріп кеткісі келгенмен, бірақ Мұхитты оңай жығу оңай емес. Мұхит тактикалық құлыққа көшкен сыңайлы, қарсыласын ары-бері ортаға сүйреп, шетке сүйреп, ара-тұра аяғымен әдіс жасайтындай көрініп айлаға салуда. Бейбіт Мұхиттың әлеуетін жақсы біледі, сондықтан да ол да тарпа бас салып үстемдік танытуға асығар емес. Бір ескерту жасалды қазір Бейбітке. Арда берді ырғап көріп жатыр Мұхит. Осал тұсын. Сол жақ осалма әлді, оң жақ осалма деп. Біресе оң аяғын, біресе сол аяғын іске қосып, алдап, арбап жатыр. Осы әдісін Мұхит жүзеге асыра алмады, жоқ әлде Бейбіт оны өз салмағымен басып қалама, қазір байқайтын боламыз. Енді Мұхитқа ескерту. Бүк таразы бас теңесті қос балуандар тарапынан. Аяқтан ілді міне Мұхит. Өзінің оңтайлы әдісі қазір көреміз. Бейбітте міне артқа лақтыруына мүмкіндік бар, бірақ аяғымен Мұхит жібермей тұр. Екеуі үшін де өте қиын сәт, Бір артық қимыл, бір шалыс қимыл. Бұл орын толмас өкінішке әкеп соқтыратын анық. Нағыз міне тіресіп тұр қазір қос балуан. Мұхит әдіс жасауға. Ал Бейбіт қарымта әдіске жүгінуге жүрексініп тұр қос балуанда. Бұндай сәтте екеуінің де міне қос жауырынмен жерге
құлау қаупі бар. Сондықтан да бір-бірінің қыр-сырын жақсы білетін сыралы қарсыластар бұл жолы артық әрекетке, тәуекелге бармай-ақ тең тарасуды жөн көрді. Біраз тұрды, шамасы 30 секундтай уақыт тұрды. Көрдіңіздер, қанша дегенмен сыралы қарсыластар ғой. Бозгілемде бірінші күн емес жүргендері бір-бірімен бір шамасы. Нақты айта алмаймыз, бірақ 5-6 рет кемінде кездескен айдан анық. Түрлі той бар, түрлі думан бар, түрлі жарыс бар. Қосмықтың жолдары жиі-жиі қиысып қалуда. Салмағының бойының да басымдылығына қарамастан бейбіттің өзі мұхиттан сәл жүрексінетіні байқалып тұр. Бір ескерту тағы да, яғни бүк ұпай көк белбеу балуанға жазылды. 2 бүк, 1 жамбас бұл. Тәуекелге баратын емес. Әсіресе бейбіттің мүмкіндігі болған еді жана. Мұхит өкпе жоқ, ол әдіс жасауға талпынуға жүр, бірақ шамасы жетпей жатыр әзірге. Ал бейбіт ең соңғы сәтті күтіп жүргендей. Қарсыласын шаршатып, қалжыратып бар, бірақ алып жығуға талпынуға сыңайлы. Bir minuttan az uақыт қалды. Әзірге көк белдеудегі балуан алды. Тамаша, жартылай жеңіс бұл. Бейбітті бүкіл салмағымен барлық екпінімен жерге құлатты. Дәрігер. Бейбіт жарақат алып қалды. Оңбай құлады ғой, көрдіңіздер. Бәлкім ескі жарақаты болуы да мүмкін. Жарыс ережесі бойынша балуанның 3 минут дәрігердің көмегіне жүгінуге мүмкіндігі бар. 3 минуттың аралығында орнынан тік тұрып күресті жалғастырмайтын болса, онда жеңіс қарсыласына беріледі. Қазір көреміз мұны. Бейбіт өзі бастады, бірақ аяғына дейін жеткен жоқ. Жоқ, бұл жерде жартылай жеңіс емес, жамбас әдісі беріледі деп ойлаймыз. Жамбас ұпайы. Міне, бейбіт жасады, бірақ мұхит оның алдын орап кетті. Айла деп осыны айтыңыз міне. Төрешілер, көрсетіңіздер. Әдісті бағалаңыздар, әдісті. Жартылай жеңіс. Қалай бағалай екен? Жартылай жеңіс деп жатыр ғой. Жартылай жеңіс көк белбеудегі балуанға берілді. Дұрыс, жартылай жеңіс болса, жартылай жеңіс болсын. Қазір көреміз, жекпе-жек жалғасуда әлде уақыт бар. Жоқ, әдіс жасалған жоқ. Бүк ұпай берілді. 34 секунд қалды. Бірақ мұхиттың есебі түгел. Мұхит жеңіп жатыр. Мұхит әлі алда. Сондықтан да мұхит асығатын емес. Енді бейбітке енді қимылдау қажет. Ешқандай қайратты көрсете алар емес әзірге мұхитқа. Енді ары кетсе тағы бір ескерту жасалар қазір мұхитқа. Бүк тағы бір. Көк белбеу балуанға ескерту, жамбас ұпайы қызыл белбеу балуанға. Жамбас ұпайы қызыл белбеу балуанда, жартылай жеңіс мұхитта, яғни мұхит әлі алды. Екі бүтін оннан 9
секунд қалды. Соңғы секундтар. Болды. Жан таласып жатыр бейбіт. Жоқ, болды. Есептелмейді. Есептелмейді, өйткені уақыт біткеннен кейін жасалды. Бейбіттің де ренжитін жөні жоқ. 5 минут уақыты болды отуға. Қанша дегенмен белді балуан Қазақстан барысы 2012 жылғы жарыстың жеңімпазы, бірақ Мұхит Тұрсыновтың осал тұсын табу оңай болмады. Сөйтіп, Қазақстан барысы атанған бұған деген қос бірдей балуандар екінші айналымнан аса алмады. Айбек Нұғмаровтан кейін міне Бейбіт Ыстыбаев көрермендер қатарына қосылды. Сөйтіп, биылғы жылы біз жаңа барыстың есімін білетін боламыз. Ол кім болады? Уақыт көрсетер, бірақ бір анығы жаңа есім болады ол. Әзірге бірнеше балуан бар. Өте керемет өнерімен көзге түсіп тұрған міне әкесі Шыңғыс Тұрсынов құттықтап, әкесі әрі ұстазы шәкіртіне өз ризашылығын білдіруде. Міне қайталау барысында сіздер көресіздер. Екеуі 30 минутте тіресіп тұрған сәт. Бір-бірін әдішісіге жүктері дауаламай біраз тұрып қалды. Одан кейін міне Мұхиттың әрекеті, айласы өз жемісін беріп, жартылай жеңіске қол жеткізген тұс бұл. Сөйтіп, Қазақстан барысы 2012 жылы атанған Бейбіт Ыстыбаев былтыр жылы бір Ержан Шынкеевті тұлғанда өкпен аз білдіріп, боз кілемнен кеткен, биыл қайтсем де бас жүлдені аламын деп келген еді, бірақ көріп отырсыздар. Бейбіттің бұл жолы бағы жанбады. Сонымен екінші айналымның соңғы белдесуі қалды. Қарсы алыңыздар. Қызыл белбеудегі балуан Мейрамбек Жаңабай. Осы турнирдің ең жас балуаны Мейрамбек Жаңабай. Бұған дейін 2-1 қарсыласын жолынан ығыстырып келген Мейрамбек Жаңабай маңғыстаулық балуан Дәурен Исламов солтүстік Қазақстан облысының өкілімен белдесетін болады. Алғашқы айналымда Мейрамбек Жаңабай Дәурен Исламов өріс қарсыласын өте әдемі ұтқан болатын. Яғни Мейрамбек Жаңабайдың Нұрсұлтан Иманғазин ақтөбелік балуанды жықты. Ал оның қарсыласы Дәурен Исламов бірінші айналымда бос болды. Бұл оның боз кілемге алғаш шығуы. Дәурен Исламов Баян Батыр лақабаты, солтүстік Қазақстан облысының өкілі, 1986 жыл туған, салмағы 85 келі, бойы 180 сантиметр, Нұрлан Ерғазиновтың қол астында жаттығады. Жаңабай мен біз бұған дейінде таныстырдық, тағы да айта кетсек еш артықтық жоқ. Мейрамбек Жаңабай жас қыран лақабаты, 1995 жыл туған, ең жас балуан деп біз айттық. Осы жарыстың салмағы 87 келі, бойы 177 сантиметр, бапкері Қабыл Бейсенқұл. Отыз секундтай уақыт өтті. Әзірге ұтымды әдіс біз көре алмай отырмыз. Қос балуан тарапынан да. Бұл жігіттердің екеуі де Қазақстан барысында тұңғыш рет өнер көрсетуі бұл. Бәлкім ішкі толқуы басым шығар бұл балуандардың әзірге. Өткір шабуылдар, ұтымды әдістерді көре алған жоқпыз. Дегенмен де Жаңабайдың біз алғашқы белдесуде өнерін тамашаладық. Қалай өте тамаша күрес. Екі ұпай қарсыласын алға жіберіп отырып, аяғында таразы басын теңселтіп, айқын жеңіс жеткенін біз көзіміз көрдік.
бір-біріне әзірге мүмкіндік беретін емес. Бір-бірін жұлқылап тіресіп тұр. Бұндайда әрине босаңсуға еш болмайды. Сәл босаңсаң болды, таразы басы теңселіп кетуі мүмкін. Оған жол бермеу керек. Алма кезек бір-бір әдіс жасауға талпынып көрді. Нәтижесі осылай. Алма кезек қазір ескертіп алатын болады. Алдында қызыл белбеулі балуан ескертіп алса, енді көк белбеулі балуан ескерту. Сөйтіп таразы басы теңесті. Тағы да ескертіп алатын анық, қай балуанға берілер екен. Белсенді қимылдау керек, қанша дегенмен жастар ғой, жас балуандарға. Жасындай жарқырап жатса, халықтың да батасын алады, көпшіліктің де назарына ілігеді. Сондықтан да бұндай жігіттерге жалынды қимылдаған жөн. Өте тамаша, міне көрдіңіздер, Жаңабайдың орындаудағы әдіс жартылай жеңіс деп есепке алынуға тиіс. Жамбас деді ме әлде? Иә, жамбас ұпай, жамбас екен. Жартылай жеңіс дейтіндей бір иығы тиген жоқ. Сөйтіп Маңғыстау облысының өкілі Мейрамбек Жаңабай алға шықты. Енді Дәуренге, Батыр Баянға әдіс жасау қажет. Бірақ әзірге ол Мейрамбектің осал тұсын табатын емес. Соңғы минут, яғни Дәуреннің соңғы үміті. Мына Мейрамбектің бір жақсы қасиеті бар, бәсеке соңына қарай бір ерекше құлшыныс танытады екен. Тіптен жеңіліп жатқан жағдайдың өзінде де біз алғашқы айналымда көрдік бұл жігіттің жеңіске деген құштарлығын. Осы жолы таза жеңем екен. Соңғы 20 секунд қалды. Ал керек балуанға қолдау көрсетейік. Соңғы 20 секунд, бірақ енді Мейрамбектің аса қоймайтыны анық, өйткені бұл балуан ұпай санымен алда келеді. Сондықтан да аса қоймас деп ойлаймыз, тек уақыт созып. Жеті 8 секунд қалды бұл белдесудің аяқталуына. Сонымен аяқталды. Аса қызықты тартыс болған жоқ, бір ғана ұтымды әдіс. Мейрамбек Жаңабай, жас қыран, Маңғыстау облысының өкілі ширек финалға жолдамалы отыр. Әрине 18 жастар 19-ға келген балуан, 19-ға келіп қалған балуан. Сондықтан да бұл жігіт үшін үшінші айналымға өтудің өзі аз олжа емес. Бірақ кім біледі?
Жастың аты жас қой, ертеңгі жарыс күні тағы да Мейрамбек Жаңабай. жасында жарқылуы да әбден мүмкін. Ардақ Балажанова, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Құрметті жанкүйерлер, орындарыңызға жайғасыңыздар. Санаулы минуттардан кейін 3-ші айналымның белдесулері басталады. Міне құрметті көрермендер, енді ширек финал нағыз шиыр шығататын тұс. Ширек финалдық бәсеке Рүстем Жумаев, Дәулетқан Жақыпов, Асыл Барменов, Арман Әбеуов, Руслан Абдырзақов, Дархан Жоламанов, Мұхит Тұрсынов, Мейрамбек Жаңабай. Міне 100-ден жүйрік шыққан жігіттер, осылардың арасына кімнен тұлпар шығатынын алдағы белдесулер анықтайтын болады. Яғни ширек финалдық бәсекелерінде аса шиеленісті өтетініне еш күмәнім жоқ. Бұл КТК арнасы Қазақстан барысы 2014 жылғы додасы. Осы бәсекеде біз
талай сенсациялық нәтижелердің көзіміз көрді, сенсациялық нәтижелер тіркелді. 2-1 Қазақстан барыс атанған азаматтар екінші айналымнан аса алмады. Онымен қоса Қазақстан барысының жүлдегері болған жігіттер де сан соғып қалды. Енді біз мүлде жаңа есімдердің жеңіс тұғырына көтерілген сәтін көретін боламыз. Сонымен атап атсақ, қазір боз кілемге шығатын жігіттердің ешқайсыда бұған дейін Қазақстан барысында жеңіс тұғырына көтерілген жоқ еді. Сондықтан да осы жолы өзіне деңгейлес шамалары балуандар боз кілемге шығады. Әрине, осы белдесуде кімнің бақ жұлдыз жанатынын біз қазір байқайтын боламыз. Ширек финалы 8 балуан қалды. 8 балуан жарыс жолында. Қызыл белбеудегі балуан. Қазір Рүстем Жұмаев. Рүстем Жұмаев, қызыл белбеулі балуан, Солтүстік Қазақстан облысының өкілі. Лақап аты Қаражал, 1992 жыл туған. Осы жарыстағы ең бойшаң балуан, 1 метр 98 сантиметр бойы, және 135 келі салмағы Исламбек Бекмурзиннің шәкірті. Рүстеммен белдесетін көк белбеудегі балуан Дәулетхан Жақыпов. Дәулетхан Жақыпов Жамбыл облысы, Талас қыраны, 1992 жыл туған, яғни Рүстем екеуі түйдей құрдас. Тіптен екеуі бір ғажабы Дәулетхан Жақыпов 18-ші ақпанда 1992 жыл дүниеге келсе, Рүстем Жұмаев дәл сол жылы 17-ші ақпанда дүниеге келген екен. Яғни екеуінің санаулы күндер ғана үлкендігі бар. Бір-бірінен бұған дейін қос балуанда жақсы өнермен танылды. Рустам Жұмаев павлодарлық Батырхан Жүнісовті айқын басымдылықпен өтті. Одан кейін екінші айналымда Айбек Серікбаев Қызылорда балуанын өткен болатын. Ал Дәулетхан Жақып болса Бақыт Исмағұловтың аяғын көктен келтірді, және екінші айналымда Рүстем Бөрібаев Ақтөбелік балуаннан айласын асырып айқын басымдылықпен өткен болатын. Қазір міне қос балуанның өзара тартысы, Рүстемді байқап отырсыз. Дәулетхан қарағанда әлде қайда ірі, әлде қайда еңселі. Бір шамасы 40-45 килограмдай ауыр болу керек бұл балуан. Бірақ Дәулетханның да дара туған балуан екеніне біз бұған дейін екі жекпеде анық көз жеткіздік. Өте әдемі күрес көрсетіп жүр, өте жақсы белдесіп жүр. Қазір бірден ол шабуылға кірісіп, қарсыласын шаршатуға талпынуда. Өйткені бұндай алып жігітті оңайлықпен алу мүмкін емес, сондықтан да шаршатып, шалдықтық барып, айлаға жүгініп барып қана жеңуге болатын Дәулетханның өзі де жақсы түсініп отыр. Қазір бүгі ұпайы Жақыповтың немісіне жазылады. Ал бұл жағдай деген Жұмаевтың шабуылға шығатыға үгіттеп отыр. Өйткені одан басқа амал жоқ. Бүгі ұпай Дәулетханның немісіне кетті, енді Рүстем Жұмаев шабуылдауға тиіс. Қазір қалай болатын біз көреміз. Қазір мына мықтап ұстады, жерден аяқтан ілді. Болмады, жоқ, еш нәрсе болған жоқ, қарсыласын жыға алмады Рүстем Жұмаев. Екпінді бастады, бірақ аса қауқартаншылығы жоқ. Сіздер назарларыңызға Нұр Отан партия, Халықты демократиялық партиясының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек мырзаны көрдіңіздер. Бұл бәсекеде Бауыржан Байбек мырза жіті қадағалап отыр. Қазір Рүстемнің тағы да бір әрекеті. Енді осы жол Дәулетханға. Дәулетханға берді ескерту. Бір ескертуден бар. Таразы бас теңесті. Ескерту. Бүгі байы қызбелі қоланға.
пәленде еш нәрсе болған жоқ. Саусағын қайырып алды ма екен? Сайысақ ұстап жатыр. Қазір дәрігердің көмегіне жүгінуде. Яғни Рустам Жұмаев Дәулетханның саусағын қайырып жіберсе керек. Қазір аз-маз дәрігерлерден ем-дом қабылдайды да. Дәулетхан қайта ортаға шығады. Әзірге тең есеп, иә. Жұмаев білесіздер бірнеше рет қатысып отыр. Көрермен көзайым атанған жас балуандардың бірі, салмағы 133 келі. Оның қарсыласы Дәулетхан Жақыпов былтырда жолдама алған, бірақ универсиадаға қатысатынына байланысты турнирге келмеген болатын. Дәулетханның салмағы 83 келі. Белдесудің жартысы аяқталды. 45 келі салмақ айырмашылығы. Қолдай отырыңыздар. Сөйтіп, дәрігерлерде міне ем-дом қабылдаған Дәулетхан қазір міне қайта белсеңе кірісті. Арда қарсыласын бердірғап көрді, бірақ міне көрдіңіздер ғой, салмақ айырмашылығы айқын сезіліп тұр. Бұл жолы Рүстем оған алғызған жоқ. Бірақ Жұмаевта қарап қалмас деп ойлаймыз қазір. Сәл жетпеді қазір Дәулетханға. Жақыпов бір жақсы әдіс жасағысы келген еді, бірақ сәл жетпеді. Ой, құлатты жақсы. Жақсы құлатты, бірақ тізесі тимеді. Еш нәрсе берілмейді. Тізе тиген жоқ. Тізесі кілемге тиген жоқ. Тізесі кілемге тимесе, өздерің жақсы білесіздер. Ұпай берілмейді тіптен осындай жығылған жағдайдың өзінде. Әрине, егер жауырынмен жерге жатып болмаса, етпетінен құлаған балуанға тізесі жерге тигізбесе, немесе қолы бірінші тиіп кетсе, онда ұпай берілмейді. Екі минут қалды. Есеп тең-бетең, бүк-те-бүк. Өте жақсы қимылдап жүр қазір Дәулетхан. Белдік шешіліп кетті, қазір тоқтатылып қалпына келтіру керек киімі. Өте жақсы бұл жігіттің қимылы, қозғалысы көңілден шығып тұр. Өте ойлай білетін, ақылға жүгіне білетін балуан екен. Қарсыласының ауыр, бойшаң екен байқап тұрып міне. Онымен ашық айқасқа бармай, айлаға жүгініп, қайта-қайта бір сәтке де тыным бермей, үздіксіз шабуылдап, дамылсыз міне қозғалып, әбден әбігерге салуда Жұмаевты. Рустам Жұмаевтың қарқыны біраз бәсеңдеп қалған сыңайлы. Алғашында Дәулетханның әр екпін шабуылына бір шабуылмен жауап қайтаратын еді. Рустам, бірақ бұл жолы тек қана тіресіп жүр, шаршап қалғанда байқалады. Екінші бүк, яғни жамбас ұпайы көк белбеулі балуанның енесіне ызылады. Жұмаевқа енді шабуылдамаса жағдай қиын. Жасағысақ келді, бірақ астына түсіп қалды. Қауіпті еш нәрсе жоқ. Бұндайға ұпай берілмейді әрине. Тамаша. Бүк ұпай дағы. Дәулетхан енесіне. Ай, Рустам, шаршадау, оңай ма? 2 метрге жуық бойы бар.
140 келіге жуық салмағы бар. Екпініне жас жолбарыстың екпініне шыдас бере алатын емес. Шаршатып тастады Дәулетхан. Көздеген мақсатына жете бастады. Енді соңғы секундтарда түсіп қалмаса Дәулетхан осы бәсекені өз пайдасына шешіп, жартылай финалға жолдама алуына жақсы тамаша мүмкіндік бар Дәулетханның. Көк миллион баларға екінші қатаң ескерту сылбыл күрескер үшін Жамбасов Паяқ 100 миллион баларға. Белдесудің аяқталуына тура 1 минут қалды. Енді тағда теңесті, Жамбасов пай жазылды, сөйтіп қос палуанның жағдайы бірдей қазір. Таразы басы теңселіп тұр деп, міне осындайда айтылса керек. Кімнің жүйкесі мықты, кімнің айласы көп осы жолы, кімнің тактикалық қулы артық. Дәулетхан арқа қылдып, Рустам лақтырды, бірақ өз астында қалып қалды. Көріп отырсыздар, Дәулетхан тамаша. Айласына түсіп қалды, міне көрдіңіздер. Әдіс жасаған Рустам еді. Өзінен 50 келі ауыр Рүстемді алып ұрған Дәулетхан Жақыпов жеңіске жетті. Дәулетхан Жақыпов. Тамаша міне. Жартылай финалдың алғашқы Міне қазір қолынан қысып, Рустем Жұмаев өзінің жеңілген мойындатып, жас балуанға құрмет көрсетіп жатыр. Осы орайда бір оқиға еске түсіріп отыр. Баяғыда балуан шолақ ауылға келгенде Битабар ассалаумағалейкум деп сәлем береді екен. Балуан шолақ қолын қысып жіберсе, жаны мұрындың ұшына келіп еді. Сонда Битабар да қайрат көрсетіп, балуан шолақтың қолын қысып береді. Сонда балуан шолақ басын көтереді. Көп жастықтың бір екен десем, жас арыстанның бір екенсің деп Битабарға өзінің ақ батасын берген екен. Міне сол секілді міне Рустам Жұмаев та міне алғашқыда Дәулетхан Жақыпты көріп, көп жастықтың бір екен деп қалған шығар. Бірақ енді жас арыстанның бір екеніне көз жеткізіп, міне өзінің құрдасына құрмет көрсетіп, жеңілгенін толықтай мойындап отыр. Қандай тамаша міне. Аяқтан іліп, кеудеден асыра лақтыруға талпынған еді, бірақ Дәулетхан Жақыпов оны үстіне қонып, дәл бір күтше үстіне қонып тұрмай қойды. Рустам Жұмаев жер тарпып қалды. Міне сөйтіп, Дәулетхан Жақыповтың жарқын жеңісіне біз куә болып отырмыз. Сөйтіп, Дәулетхан Жақыпов келесі айналымға, яғни жартылай финалға шығып отыр. Келесі жартылай финалдық жұп сіздердің назарларыңызда Барменов Асыл, Қарағанды облысы және оның қарсыласы Абеуов Арман, Астана қаласы. Боз кілемге көк белбеудегі балуанды шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Арман Абеуов. Алғашқы боп боз кілемге шыққан Асыл Барменов, Жаңарқа ауданының түлегі. Жаңарқа ауданын өздеріңіз білесіздер, даңқты бапкер Диханбай Беткозов еңбек еткен өңірден көптеген мықты балуандар шықты. Соның алды әлем чемпионы болды. Атап айтсақ Қанат Байшолақов әлем чемпионы атанды. Сол Жаңарқа күрес мектебінің түлектері Талғат пен Жанат Байшолақовтар бар. Әли Сұлтан Валабуев, Айбатыр Махмудов сынды Жаңарқа өңірінен сондай данықты балуандар шыққанын қазақ жанкүйерлері жақсы біледі. Міне сол өңірдің түлегі Асыл Барменов қазір сіздердің назарларыңызда қызыл күресшідегі балуан. Сол Жаңарқа данықты күрес мектебінің жеңіс жолын жалғастырушы жастардың бірі. Асыл Барменовтың жасы 26-та 1988 жыл туған, 98 келі салмағы бар, 177 сантиметр бойы бар Сұлтан Тынысбаевтың шәкірті. Асыл Барменов өзіміз байқағанда өте ойлы балуан екен, асықпай, аптықпай жүріп, өз діттеген мақсатына көз жеткізуде. Бұған дейінгі бәсекелердің барлығында да міне сабырлық сақтап, қарсыласының керісінше шабуылдауына мүмкіндік беріп, соның оңтайлы сәтінде өзде жеңіске жетіп жатыр. Оны біз анық байқап отырмыз. Айтарлықтай көп күш жұмсамай-ақ, ақырын жеңіс тұғырына маңайлап келеді.
Бәрменов бұған дейін алғашқы жекпе-жектерінде де өте өзін жақсы қырынан көрсете білді. Ақмолалық Леонид Станиевті айқын басылымдылығын өтті. Екінші айналымда Сұңғат Закиряевті жеңген болатын. Арман Әбеевті жайында айтар болсақ, бұл жігіт Астана қаласының атынан сынға түсіп отыр. Арманында атағы біраз жерге жайылған. Малай Сары деген лақап атпен берілі. Арман 1982 жыл туған. Садес Шынтастың қоласында жаттығады. 1,90 бойы, 120 келі салмағы бар. Арман алғашқы айналымда Саят Шамшиев Алматы облысының өкілін ұтса, екінші кезеңде Сабыржан Әбділдаұлын Оңтүстік Қазақстан облысының өкілін ұтты. Бұл жігітте асықпай, аптықпай күреседі. Қызбалыққа салынбайды қос палуанда, сондықтан да бір-бірінің сәл босаңсыған сәттерін аңдасып жүретіні анық. Қайсысы осалдық танытса, жеңіс сол жігіттің уысынан шығып кетеді. Оны біз түсініп отырмыз. Көбіне көп асылда, Арманда тактикалық әдіске жүгінеді екен. Әзірге тек қана тіреспен өтуде жекпе-жек. Балуандар 3 минут белдесті, әзірге екеуі де ұпай алған жоқ. 3 минутты соқыр ұпайда жоқ, ешкімнің қоржында. Бір-бірін жақсы біледі. Ежелгі қарсыластар талай мәрте бір-бірімен жолы қиысқан, сондықтан да әзірге бір-біріне есе жіберетін түрі жоқ. Босаңсымау керек асыл. Арман қазір бір ескерту жасалды асылға. Бүгіпайы Арманның есіне жылды, бірақ бұдан қауіптенетін ешнәрсе жоқ. Дәл осындай жағдай жалғаса беретін болса, қазір Арманның да ескерту алып қалуы ғажап емес. Салмақ күрескерлігі үшін көкпеле палуанға бірінші ескерту. Бүгіпайы Қызылбек палуанға. Белдесудің аяқталуына 45 секунд қалды. Есеп теңгеде. 45 секунд қалды деді міне. Ешқандай сылбыр күрес. Тактикаға жүгініп отыр. Айтып отырмыз ғой. Тәуекелге баруға екеуі де жүрексініп тұр. Соңғы секундтан барын салмаса, онда белдесуге дейін жағдай жетуі мүмкін. Белдесу деген сөзіміз жақсы білеміз. Қос палуан бір-бірінің белінен ұстап. 30 секунд қалды. Бүк-те-бүк, 30 секунд қалды. Кімнің бірінші қолы шығып кетсе, немесе кім бірінші итеріп шығарса, сол жеңіске жетеді. Бұл да бір футбол да болады ғой. 11 метрлік пенальти, сол сияқты бұл да лотерея деп айтсақ болады. Соған жеткізбеудің амалына қазір асыл барынша кіріп жатыр, бірақ Арманда бой беретін емес. Жоқ, өзгеретін ешнәрсе жоқ, бір-біріне бой беретін емес қой. 5 секунд қалды. Белдесудің аяқталуына 5 секунд қалды. Есептен бүк-те-бүк. Егерде есеп осылай аяқталса, онда қоян қолдық белдесу болады. Иә, қоян қолдық Соңғы белдесу. секундта. Ешнәрсе өзгерген жоқ. Жоқ, ешнәрсе болған жоқ. Есептелмейді.
Соңғы секунд қана қалды. Шамасы біз сіздермен бірге қоян қолтық белдесуге куә боламыз. Болды, аяқталды. Тең-тең, бүк-те-бүк. Сонымен аяқталды. Қоян қолтық белдесу. 5 минут нәтижесі шабуыл. Еш нәрсе болған жоқ, еш нәрсе өнген жоқ. Сонымен осы Қазақстан барыс турниріндегі алғашқы қоян қолтық айқасты біз тамашалаймыз. Белдесу. Яғни қос балуан қазір бір-бірінің белінен ұстайды, ереже бойынша. Кімнің бірінші қолы шығып кетеді, немесе қолы босайды, немесе бірінші кілемнен шығады, сол жеңіледі. Сол жеңеді керісінше. Қоян қолтық белдесуде бірінші болып қызыл белбеулі палуан белдіктен ұстайды. Бұл ретте төрешілер өте мұқият болған жөн. Міне қазір бірі қолын дұрыс ұстағанын қадағаласа, бірі басын көтеріп, әлек қос балуанның қазір бір-бірінің алдымен мықтап ұстап алуға тиіс. Қызыл белбеуге басымдық берілген екен, бұл жеребе бойынша. Ал дем беріңіздер балуандарға. Әлі ұстап үлгерген жоқ. Өте мұқият болу Қай керек. Бұл да жеңгені жартылай финалға шығады. төрешілер үшін үлкен жауапты сәт. Асыл Барменов. Міне бір-бірін ұстатпай жатыр әлі дұрыс. Ақыр ұстады бір-бірін. Жоқ, ұстаған жоқ әлі. Міне көрдіңіздер ғой. Айла, қулық деген осы жерде де анық сезіледі. Төрешілер, үш төреші бірдей жіті қадағалап отыр. Міне ұстады ақыры. Енді белдесу жалғасты. Кімді лақтырады? Арман ба әлде Асыл ма? Асыл ақырында битеріп келе жатыр. Қарсыласын кілемнің сыртына шығарып жіберуге талпынуда. Арман аяғымды ұзын пайдаланып бір орап көруге талпынған еді, бірақ Асыл бой берген жоқ. Қазір бұл ретте кімнің қолы босайды, немесе кім кілемнің шетіне шығады, сол жеңіледі. Ой, міне көрдіңіздер, Асыл. Айлаға салып жықты, көрдіңіздер, Асыл Барменов жартылай финалға жолдама алды, ал Арман Абеев қолда тұрған жеңістен айырылып. Өкінішті, әрине өкінішті, бірақ мойындау керек. Асыл Барменов Айлаға салып жеңді. Қалай жеңседе жарасады, өте тамаша. Сөйтіп, Асыл Барменов жүлделі орын үшін таласу мүмкіндігіне ие болып отыр, ал Арман Абеев ширек финалда тоқтады. Қасқырдың міне терісін алды. 100 мың теңгені алды міне. Міне белдесудің ең бір қиын тұсы қол босамау керек, немесе әдіске түсіп қалмау керек, немесе ана кілемнің сыртына шығып кетпеу керек. Ақыры ырғап жүріп міне құлатты. Қазір кілемде үшінші жартылай ширек финалдық бәсекеде кімдердің қазылық ететіні айтылуда. Руслан Абдразақов, Қызылорда облысы. Дархан Жоламанов, Павлодар облысы. Қос балуанда бүгінгі күні осы жарыс Қазақстан барыс жарысы кезінде өздерінің өрел өнерімен көзге түсті. Алғашқы айналымда Руслан Абдразақов алғашқы айналымда Айдос Қаңғылбаев тұтса, одан кейін Айбек Нұғымаров Қазақстан барысы 2013 жылғы жарыстың жеңімпазын сан соқтырып кетті. Міне қазір сіздер назарыңызға сол сыр бойының саңылағы. Дархан Жоламанов болса, алғашқы айналымда осы жарыстың ең алмақты, ең
салмақ ауыр балуаны Жұманазар Ерсұлтановқа сан соқтырса, екінші айналымда Дархан Арслан Абдамит Алматы қаласының өкілін жеңген болатын. Руслан қарсыласына қарағанда бойшаң. Русланның бойы 195 сантиметр. Дарханның бойы 179 сантиметр. Мұны көрдіңіздер. 16 сантиметрге биік екен. Руслан өз қарсыласынан, яғни аяғы да, қолды ұзын, сол ұтымдық пайдалануға тиіс. Ал Дарханға ішке кіріп, әдіс жасамастан басқа амал жоқ. Міне көрдіңіздер, Дархан әдіс жасағысы келгенде, бірақ Руслан оны төбесінен үстінен басып қалды. Ешқандай күмән жоқ, жартылай жеңіс. Бір иығымен түскен екен, Дарханға абырой болды, бірақ көріп отырсыздар, Русланның қарқын өте күшті. Қазір төрешілер тағда дау айтты. Қазір қай жақтың төрешісі екенде аңғармай қалдық. Шамасы сол Русланның бапкері, бұрышта отырған Ұлан Рысқұл болса керек, 2011 жылғы бапкер. Бұл таза жеңіс деп бағалануға тиіс дегендей уәж айтты. Ал оның айтқан уәжіне төрешілер құлақ түрме жоқ па, оны бейне қайталау барысында олар анықтап алатын болады. Енді жартылай жеңіс қой бұл. Көпірге түсіп жатыр. Көпірге түскенде жартылай жеңіс беріледі. Яғни көпірге түсті дейді, жартылай жеңіс. Күртешеге палуанға ондай ескерту беріледі, бүгі пайы көк белбеулі палуанға. Руслан Абдызақовтың бапкерлердің бірі 2011 жылы Қазақстан барысының жеңімпазы Ұлан Рысқұлды сіздер жаңа ғана көрдіңіздер. Қазір ақыл кеңесін айтып, өзінің туған інісіне, өзінің шәкіртіне боз кілемнің бір шетінде отыр. Сондай-ақ Руслан Абдырзақовты бұл жарысқа баптаған Садық Мұстафаев екенінде біз тағы бір айта кетсек, еш ағаттығы жоқ. Міне енді тағда өте әдемі жасалған әдіс. Бұл жолы сөйтіп Руслан Абдырзақовтың тамаша орында бабында екен. Руслан Абдырзақов Руслан осы жеңіске жетіп жартылай финалға жолдама алды. Өте тамаша. Дархан Жоламанов та осы жарыста жақсы күрескен еді, бірақ жартылай ширек финалда бұл жігіт ширек финалға жетіп тоқтады. Сөйтіп енді жартылай финалдық. Қазір Руслан Абдырзақовтың қарсыласы кім болатынын ең соңғы ширек финалдық бәсеке Мұхит Тұрсынов пен Мейрамбек Жаңабай арасындағы белдесу арқылы анықталатын болады. Міне Руслан Абдырзақовтың орындағы да тамаша әдіс. Анық ұтты.
Сонымен жартылай финалға жолдама алған балуандардың үшеуі белгілі. Енді соңғы жұп Мұхит Тұрсынов, Шығыс Қазақстан облысы және Мейрамбек Жаңабай, Маңғыстау облысы. Ал жартылай финалдағы алғаш жұптар белгілі. Жартылай финалда Мейрамбек, кешіріңіздер, Дәулетхан Жақыпов пен Асыл Барменов белдеседі және Руслан Абдырзақовтың қарсыласы қазір осы жекпе-жек барысында анықталатын болады. Бұл белдесуде назарыңызда Мұхит Тұрсынов, қызыл белбеулі балуан. Бұған дейін Мұхит Тұрсынов Бекболат Салықов тұтқан болатын. Атырау облысының өкілін екінші айналымда Мұхит Тұрсынов Қазақстан барыс 2012 жылдың жеңімпазы Бейбіт Ыстыбаевты тұғырдан тайдырды. Ал Жаңабай Мейрамбек, сіздер назарларыңызда. Мейрамбек бұған дейін ең жас балуан болғанына қарамастан осы жарыста өте жақсы күресті, өте өрелі өнермен жанкүйерлер жүрегін жаулап алды деп айтсақ та еш ағаттығы жоқ. Ол алғашқы айналымда Нұрсұлтан Иманғазин Ақтөбе облысының балуаны тұса, келесі айналымда Дәурен Исламов Солтүстік Қазақстан облысы өкілінен айласын асырған болатын, сөйтіп ширек финалға жолдама алды. Енді Мейрамбек үшін бұл үлкен сынақ, өйткені Мұхит Тұрсыновтың әлеуетін ол да байқады, көрді, қаншалықты қарулы балуан екенін. Әрине осы турнирдің ең жас балуанына Мұхит тұту оңай соқпайды, айдан анық. Жаңабай міне әрекет жасап көрген еді. Мейрамбек Жаңабай, бірақ Мұхит Тұрсыновтың астына өзі түсіп қалды. Қазір қалай бағалар екен? Мейрамбектің өзі де түсініп отыр. Мұхитқа қарсы Мұхиттың тегеуріне шыдас беру оңай болмайтынын. Бірақ кеудесінде намысы бар жігіт қой, сондықтан да бұл бәсекеде ол да өліспей беріспеймін деп келіп отырға әрине. Бірақ шама шарқы жетер ме екен соған. Ал Мұхиттың әлеуетін біз бұған дейінгі талай жарыста байқағанбыз. Жаңа ғана Бейбіт Ыстыбаевтың өзіне сан соқтырғанын көрдік. Сондықтан да бұл бәсекенің фаворит әрине Тұрсынов. Жақсылап қазір Мұхит бір іліп баса. Құтқармайды әрине, құтқармайды. Бұдан құтылу оңай болады. Мейрамбек те міне жас қыран ғой, міне оңайлықпен әзірге алдырмай жатыр. Мұхит бір оңтайлы әдісін, оңтайлы сәтті дөп бас алмай тұр әйтпесе. Міне аяқтан іле салды, аяқтан іле салды. Беріледі, сөзсіз есепке алынуға тиіс. Бүгі пайы, Тұрсыны бұл нәтижеге қанағаттана қоймас әрине. Бүгі пайды екен, жеңіске бастайтын жол емес. Қазір көреміз, аяқтан тағда. Аяқтан жақсы іледі екен Мұхит. Соны біз байқадық. Бейбіт Ыстыбаевты тұтқаны Мұхиттың тұтқан сәтте көрермендерге ұнап қалса керек. Барша көрермендер Мұхит деп қолдау көрсетіп жатыр. Мейрамбек әзірге берілер емес, тіресіп тұр.
Мін күртешесін Мейрамбектің басына кигізіп жаздады. Мұхит өзінің жеңіс жететіне сенімді ғой, сондықтан да асығатын емес. Тағы бір ескерту Мейрамбекке. Жамбас ұпайы яғни. Мұхиттың енесіне жазылады. Бұл жол енді көрдіңіз, күмәнсіз жеңіс ақыры, тәжірибенің аты тәжірибе, мықтының аты мықты. Қарсыласын аяқтан шалып құлатты, аттап кетті. Сөйтіп Мұхит Тұрсынов бұл белдесуге жеңіс жетіп, ширек финалда соңғы бәсеке аяқталды. Жартылай финалға жолдамалған жігіттер түгелдей белгілі болды. Сөйтіп енді ширек финалда Дәулетхан Жақыпов пен Асыл Барменов күреседі. Дәулетхан Жамбыл облысы, Асыл Барменов Қарағанды, және қызылордалық Руслан Абдырзақов пен шығыс қазақстандық Мұхит Тұрсынов арасындағы белдесуді тамашалайтын боламыз. Сонымен 100-ден жүйрік шыққандар анықталды. Енді солардың арасынан кім мыңнан тұлпар шығатынын ертең КТК арнасынан финалдық бәсекелер тамашалайтын боласыздар. Ал бүгін қош сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Ғалым Сүлеймен. Маусым, Астана, Сарыарқа велотрегі, Қазақстан барысы. Бас демеуші Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры. Ресми демеуші Каспий банк.